Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгінгі біздің эфир бүйрек аурулары, гемодиализ және трансплантацияға арналады. Оны Батыр қызбен бірге өткіземіз. Қазір мен ол кісіні қосайын. Тікелей эфирімізді бастаймыз. Так. Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы, көргеніме өте қуаныштымын. Мен де. Естіліп тұр ма барлығы? Я, естіліп тұр. Жақсы, әрең кірдік қой. Прямой эфирға кіре алмай. Менде мында интернетпен проблема. Именно менің палатамда ұстамайды ше Wi-Fi. Давайте онда бастап көрейік. Мүмкін интернет жақсы болып кететін шығар. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Кішкене айтып өтсеңіз. Шүкір, жақсы. Бүгін прям врачтар көп келді ше. Қайта келе берді. Уже ертең шығам ғой соған бүкіл диеталарымды барлығын айтып, ертең мочегонный катетерді алып тастайды. Қазір системада отырмын міне. Мына жерінде катетерім тұр. Ертең бұйырса осы катетерді алу мүмкін деді. Мүмкін тұрады әлі или алып тастаймыз деп айтты. Состояние жақсы, хотя менде операция ровно бір апта болды, иә? Иә, жұма күні. Бір-ақ апта, о-майо. Мен ойламадым, бір аптаның ішінде исіп жүгіріп жүремін деп уже. Помните, ответіңіз ғой, қорқам, послеоперационный период, мен қиын деп, барлығында мағжан қанша уақыт жатты, мен 18 күн деп едім, сіз қорқып, помните, айтып едім ғой, біреудің опытын өзіңізге алмаңыз, менде барлығы оңай өтеді, менде барлығы жеңіл болады деп, өзіңізге айтсаңыз, дәл солай өтеді. Мен прям ойламадым, мен еще пересадка жасады пятница, суббота жаттым, воскресенье уже тұр дейді маған. Түнде, даже суббота түнде маған айтты, тұр жүріп кел дейді маған. Мен айтам, жүнім деп ішімнен ше. Я бүйтіп айтып отыр, мен қалай тұрамын дейді. Мен айттым, менде катетер бәрі тұр ғой деді. Мен қалай жүремін десем, жүр, саған жүру керек дейді маған. Тұрғызып жүргізді коридорда бір круган алып келдім. Потом жаттым. Бәрі нормально. Таңертең, таңға 5-те келеді ғой, вес өлшейді, дәрілерді береді, сөйтеді. Сол кезде қайтадан тұрғызды, тағы барып жүр деді маған. Жарайды деп барып тағы жүріп келдім. Сөйтіп күніне 5, 6, 7, 8 рет жүретін болғам ғой. И анау, оказывается, мен түсінгенім, каждый раз утром себя ощущает бодро, и каждый жүрген сайын андай тез өзің қалпыңа келеді екенсің. Иә, жеңіл болады, спайкалар болмайды. Когда ты все время лежишь, как будто ұзақ жазылатын сияқтысың ше, жазылмайсың никак. Надо много движения, оказывается, я вот это поняла, и вот все время жүріп жатырмын прям. Шығам, жүремін, барам да, ана жаққа барып келемін. Мен уже до того ішім піскеннен я уже начала на турецком разговаривать. Я со всеми общаюсь. Иә, естігем, күшті. Күшті. Аллаға шүкір, барлығы жақсы өтті. Қаншама 12 жылдан бері күткен сәт. Біз қанша 2022-ден бері ма сөйлескелі жатқанымыз? Я, біраз болды. Қаншама рет, осының бәрін сөйлесіп күтіп едік. Айтпаңыз. Сізді де қаншама адам қарап отыр, үміттеніп отыр. Сол үшін басқа адамдарда да надежда болатын шығар. Көбісінде білмегендіктен операцияны откладывать етеді, болмаса бірдеңкеден қорқады. Сол үшін осы бүкіл мифтарды развеять ету үшін, бүкіл білмеген сұрақтарға жауап беру үшін осы тікелей эфирға біз шықтық. Асимжан екеуміз алдында чатқа жазылған ең популярный сұрақтарды теріп жазып алдық. Егерде возможность болса осы эфирді сақтап нетеміз. Бірақ интернет қалай болатынын білмейміз, кейде сақталмай қалады. Бірақ сол ең популярный сұрақтарға жауаптарды берейік сіздерге. Мен еще помню ше,
Я же Мгм. и вторую пересадку хотела же в Астане сделать. То есть мен бірінші Мгм. пересадкам Астанада болды. Екіншісінде мен сол Ғани Мұратовичқа қатты жасағым келді ше. Өйткені жүрегім Мгм. сол кісіге жатты да. Просто из-за того, что то ли у них там расходников не было. И мен сол расходникті 2 жыл күтіп қалдым. Я бы и дальше күтер едім, если бы мына фистула менің атылмағанда. Мгм. И просто так Аллахтың қалауы ғой, қалай деймін да. Фистулам атылды, и мен прям экстренно уже маған пересадка жасау керек. Мына жақтан тез борды бастаймын, мына жақтан сіз шығасыз, айтасыз. Ну, сіз бұрыннан айтатынсыз. Мен бірақ ойланып жүретінмін. Блин, қалай болады екен, шетелге бару, енді все-таки шетел ғой, не каждый Иә, иә. сразу келісе салады. Біраз ойландым, былай ойландым, сөйтіп. Енді менде, тем более антителам высокий болғаннан кейін, Қазақстан былайша айтқанда түсіре алмады менің антителамды. И менің амалым болмады басқа шетелге барудан басқа. Негізі өзім Қазақстанды қаладым. И мен мұнда келгенде вообще өкінбеймін. Вот шын айтамын бар ғой. Каждый раз ұйқыдан тұрам ғой. Мен үйреніп қалдым. Ұйқыдан тұрған кезде всегда диализімді ойлаймын ше. Ұйқыдан тұрамын да, блин, бүгін диализ күн ба? Блин, бүгін диализ емес екен болды. Онда бүгін мынаны жасап алсам болады деп. Всегда ұйқыдан тұрған кезде бірінші ойым менде диализ болады. Сейчас Соған үйреніп просыпаюсь. алады ғой адамдардың көбісі. Бүкіл Да. өмірің вокруг диализа крутится. Да, у меня просто не было смысла жить. Жизнь, өмірдің мәні болмады менде. Тек диализ, аппарат тәуелдімін болды. Диализ деп қалып қалғанмын ғой енді. И мен қазір тұрамын ұйқыдан. Опять то же самое, уже привычка. Сонда диализ, ой, жоқ, диализға бармайды екен ғой деймін да, и шүкір деймін ше. Вот честно, шын ниетіммен сізге Арыс ханым рахметімді айтамын. Әуелі Алла, екіншіден сіздің арқаңызда мен осы жерге келдім. Именно осы медиканаға сіздің арқаңызда келдім. И осы күшті врачтар менің өмірімді сақтап қалды негізі. Менің айтқым келгені сол. Сізге так и сөйтіп дұрыс сөйлесіп айта алмадым ғой. Айттыңыз ғой қанша рет. Өмір Оны да бақи айтып шығамын, білем өмір ғой, бақи иә. шығамын да боласыз. Барымыз осыны қаладық қой, біреуін ғана қаладық, сіз аман есен неткеніңізді. Негізі Әсемжанмен біз бұрыннан бері таныспыз. Менің жолдасыммен Мағжанмен бірге бір гемодиализға баратын. Мен жолдасым 2 бүйрек трансплантациясын жасаған. Осы екінші рет 5 жыл бұрын 2021 жылы дәл осы Әсемжан жатқан этажда жатып, тура сол жерде операциясын, тура сол клиникада, тура сол дәрігерлерде жасаған. Содан бері біз таныспыз, уже қанша 4-5 жыл өтіп кетті, бірнеше рет кездестік. Каждый раз какие-то препятствия, есіңізде ме? Каждый Иә. раз әңгімелер, то анау, то мынау проблема, то мынау проблема. Бірақ Құдайға шүкір, қанша жыл өтпесе де әйтеуір осыған жеттіңіз. Бірақ осындай Ондай. мәселеде, я считаю, самое главное, сіздің өзіңіздің қалағаныңыз. Вот заметили, когда именно вы сама захотели, болды мен жасаймын дегенде, как будто все само сложилось. Иә. Раз. Сол үшін мен айтамын, адамның өзінің ниеті болу керек ең біріншісі. Одан кейін уже Алла қаласа барлығы подстраиваться барлығы. Бірақ диализде Просто жүрген адамдардың көбісі қорқады. менде ше фистулам атылды ғой. Қайта атылғаны да дұрыс па еді деп қалдым бір шетінен ше. Өйткені мен уже 12 жыл диализдемін. Мен мысалы сүйектерім, міне қараңыз, как искривление болып кеткен, мынау саусақтарым барлығы. Аяғымда вообще молчу. И парадгормонымның өзі 3000. Это все, у меня кости очень слабые. И айтамын да сол жүре беретін бе едім мүмкін осы фистула атылмағанда. Сондай өзіңіз байқадыңыз ғой, менде сондай период болды просто, что просто я руки отпустила, я этот диализ приняла, болды, типа осыны қабылдап өлетін шығармын деп. Өзіме уже Кейбір решила. кезде вообще бір 2 жылға жоқ болып кеттіңіз ғой. Иә, сол кездер ғой, Иә. вот сол кездер. И потом мынау уже негізі бұған да жеткізбеуге болатын еді фистуланың атылмауына ше. Просто мен өзім соны істеп қойдым. Енді болғаны болды, бұйырғаны осы болды. Самое главное қазір аман есен
бәрі артта Иә, қалды. сол ғой бастысы. Вот мен соны всегда жеткізгім келеді. Адамдар негізі ауырған кезде, осы Құдайдың берген ауру ғой дейді да жүре береді. Құдайдың берген өмірін сүрем деп біз күнде пациенттермен сөйлесеміз ғой. Бірақ всегда айтам, жоқ, адам айтады ғой, өзінің тағдырын өзі шешеді деп. Иә, біздің қашан туылатынымыз, қашан өлетінімізді ол баяғыдан бері жазылып қойған. Бірақ сен өміріңді қалай сүресің, не істейсің, оны адам өзі тек қана шешеді. И ауырған мәселеде, ауырған кезде уже тоже өзін өзін тастамай, мен емделем, бәрі жақсы болады деп ойлану Иә, керек әрқашанда. Давайте онда сұрақтарға жауап берейік. давай. Кейбір сұрақтарға мен жауап берем, кейбір сұрақтарға сіз өзіңіз жауап беріңіз. Өйткені Өзіңіз мына беріңіз. жақта сіздерге де адресованный сұрақтар бар да. Аха. А, Қараңыз, сізден мен бірінші сұрайын, иә? Диализдің қандай плюстары, минустары бар? Сіз 12 жыл гемодиализда болған адам сияқты. Мен де біліп тұрмын сол диализдің плюс-минустарын, өйткені мен жолдасым почти 6 жыл болды гемодиализде, қаншама пациенттеріміз бар осы 5 жылдың ішінде. Бірақ вот сіз өзіңіз 12 жыл басыңыздан өткеннен кейін қандай плюс-минустары бар? Өйткені бізді қазір қарап жатқан не только жаңағы диализде жүрген адамдар, енді жаңадан ауруын білген адамдар бар. Креатининдар қазір жоғары, не істерін білмейді, диализдің не екенін білмейді. Сон қандай плюс-минус? Хотя сұрақ какой плюс деген кішкене Мен қызық болып тұр мен үшін. кішігірім жауап берейін. Иә. Минус деп қабылдамаймын мен диализді ешқашан. Қабылдаған да емеспін. Өйткені диализ болмаса білесіздер, бізге де өмір жоқ. Бұрынғы кезде диализ жоқ кезде адамдар өліп кете берді. Қайта диализдің барына шүкір. Мен всегда айтам, Иә. диализдің барына шүкір, және именно диализге түскеніме Аллаға шүкір. Өйткені мен хоть диализ қабылдасам да, аппаратқа тәуелді болсам да, мен бұл жарық дүниені көрем. Қаншама адам өзінің шешесін, туған шешесін жарық дүниені көрмейді. Мен екі аяғым сау, мен жүре алам. Я самостоятельная, могу сама двигаться, қалаған нәрсемді істей аламын, қалаған жеріме, то есть қалада жүре аламын, ше, өзім істей аламын барлығын. Сол жағынан шүкіршілік деймін. Мен всегда именно диализға түскеніме мен шүкіршілік айтамын. А минусы ол тек денсаулыққа байланысты. То, что вот кости ең жаманышы, сүйектерің қисаяды, сүйектерің сынады. Со временем, ол басында мүмкін білінбейді, маған білінбеді басында. Это все со временем появилось. Там во время диализа или там после диализа давление. Элементарно, вот дефолт осылар. Давление тағы не бар? Негізі Судороги, дене қышиды кейде. иә, ұсақтары бар, но білмеймін, может мен өзім үйрен қалдым соған, ол маған уже норма болып кетті. До такой степени маған норма болып кеткен оның барлығы. Гемодиализдің бір жаманы, мен по опыту айтсам, иә, пациенттерге қараған кезде өте жүрекке көп әсер береді. Тем более адам егерде көп литр су жинайтын болса, ол жүрекке өте қатты әсер етеді. Сосын гемодиализде жүріп проблемаларды жинаған адамдар, мысалы нарушение головного мозга, жаңағы құлақтар дұрыс естілмей қалады, көптерінің солар бары даже трансплантациядан кейін кетпейді. Иә, гемодиализ жаңағы парад гормон проблемасын, үлкен давлениенің проблемасын, болмаса төмен, оның бәрі кетеді трансплантациядан кейін. Бірақ егерде уже внутренний проблемалар пайда болатын болса, оны кетіру даже трансплантациядан кейін қиын болады. Сол үшін адамдар гемодиализді көп жүрмей трансплантацияны істеуге тырысу керек. И гемодиализдің бір жаманы андай қай күнің кейде последний болатын білмей қаласың. Вот сол жері опасный. Бірақ самый главный андай менің өмірімді ұзартып жүр, маған қазір қанымды тазалап жүр деп ол жүре бермеу керек та. Өйткені ол қанды ешқашан 100% тазаламайды. Менде бір 100% бүйректің жұмысын атқарамайды. Негізі бүйректің жұмысы не ол, иә, вывод токсинов қой. Аппарат оны 100% істей алмайды. Случай болды ғой, что жаңа айттыңыз ғой, соңғы диализдің қашан екенін білмей қаласың деген. Өте ауыр екен. Во время диализа ондай случай болса, мен көп көрдім ондайды, поэтому
именно сондай моментте ойлана бастайды екенсің пересадка жайлы. А потом ол момент өтеді как-то, это все И ұмытып пройдет, кетесің, иә. ұмытып кетесің, иә. Просто тупо ұмытып кетесің. А когда ты опять это все видишь, уже қорқа бастайсың ше. Бізде И дәл солай это болды ғой. ужасно. Мен жолдасымды гемодиализден алып кететін күнде кешке. Андай после обеда сменаға баратын, и кішкентай қызымды алып, үйдің сол центрдің қасына көшіп алатын біз квартираға. Алып кететін. И очередной раз келген кезде қарасам, носилка, скорая помощь, туысқандары Иә, келген, и прям мешокты алып шығып баратыр да, и мен шошып кеттім. Жолдасым оған үйреніп кеткен, өйткені 4-5 рет көрді да ондайды. иә, соны Там мен де. кто-то умер, дед болды. Для меня это был шок. Я не хотела, чтобы келесі рет осылай күйеуімді шығарған, иә, тем более уже жүрегімен проблема болды. И сол отправная точка болды. Все, болды. Біз пересадка жасаймыз дегендей. Сол прям отправная точка болды. Мен лично өзім қатты қорқып кеттім. Бірақ это все не говорится для того, чтобы диализде жүрген адамдар өзінің өміріне қорқсын деп. Жоқ, ешқашан ешкімді қорқытқымыз келмейді. Бірақ рисктарды да түсіну Білу керек. керек. Операцияны тезірек істеуге тырысу керек. Неважно, Қазақстанда істейсіздер ма, Турцияда істейсіздер ма, басқа бір мемлекетте істейсіздер ма, бірақ операциядан қорықпай соны жасау керек. Негізі мен айтатын едім ғой всегда сізге, ең вообще операцияның өзі қорқынышты емес негізі. Вообще не страшно. Вот самый главный этап это послеоперационный. Өзіңді күту, Иә. өзіңді қарау, дәріні вовремя ішу, диетаны ұстау дегендей. Вот сол бір промежуток, бір ай ең самый главный момент сіздерде. Вот содан өтсеңіздер, дальше все идеально, бәрі гладко кетеді. То есть почка сенің донорский почка сенің организммен должен дружить уже. Бір-біріне күн табу керек дегендей. Иә, негізі Түркиядағы врачтар ең маңызды бірінші 3 ай дейді, сосын 6 ай дейді, сосын 1 жыл дейді. Мысалы, мен жолдасым уже 1 жыл өткеннен кейін уже активный спорт начал подключать, спортзалға баратын, уже полностью андай активный образ жизни уже қосылып кететін. Бірақ организмға уақыт керек. Соның бәрін қабылдауға. Так, давайте келесі сұрақты таңдайық. Сіз маған қойсаңыз болады. Қой беріңіз, өзіңіз. Давайте мен қазір оқиын. Диализде жүріп, возможно, бүйрек істеу кету мүмкін ба деп айтты врач, ол мүмкін ба дейді. Негізі бірінші рет диализде жүріп, сосын бүйрек өзімен өзі істеп кетеді деп айтты дейді. Негізі ондайды мен жиі естимін, бірақ қазір шын айтатын болсақ, негізі это бывает очень-очень редко, мүмкін 1-2% шығар. Бірақ это может быть возможно, егерде, мысалы, УЗИ бойынша бүйректің размерлері кішіремеген. Креатинин қатты жоғары емес, мысалы 200-300 енді жоғарылатып келе жатыр да, и адамның интоксикациясын түсіру үшін гемодиализға қосады. И параллельно терапия алып жатып, уже андай протокол жасайды да, уже гемодиализден кететіндей. Бірақ егерде адам уже 1-2 айдан асып гемодиализде жүр, креатинины 800-ден 1000-нан жоғары, по УЗИ бүйрегі размері уже кішірейген, андай смарщивание почек дейді ғой, то уже тут вариант только бір, ол емі тек қана трансплантация. Просто білесіздер ма, неге көбісіне айтады, сен 6 ай, 1 ай жүре тұр гемодиализда, сосын бүйрегің істеп кетеді, сосын диализға басқа бармайсың дейді. Неге? Шыны керек болса, ол гемодиализ деген ол үлкен бизнес. Сіздердің бір процедураңыз $100 асады. И теперь посчитайте, адам бір гемодиализға баратын аптасына 3 рет в среднем алатын болса, ол жылына қанша ақша үкіметтен бөлінеді. Гемодиализдің центрлардың көбісі платный. Сол үшін да солай айтады, соған сене бермей. Вообще ең самый лучший вариант, енді ауырған кезде сразу дұрыс дәрігерге барсаңыздар, уже аурудың бетін қайтаруға болады. Бірақ ең көп жасалатын қателер, емшіге барады, бақсыға барады, болмаса вообще сенбейді. БАД ішеді, я не бір адамдарға барады,
иә, иглотерапия қояма, бүйтема, сөйтема, ондай еш көмектеспейді. Мына жақта жақсы дәрігердің көмегі керек. Сондай уақытта уже қайтаруға болады. Мысалы, бізде ондай пациенттер болған. Еще 2021-ден болған пациенттер бар. Кішкентай балаларда болған, үлкен кісілерде Мен болған. өзім күйгем. Иә. Креатинин где-то 600-700 бен келген. И қазірге дейін жай дәрі ішіп жүреді да, өз-өзін қолдап жүреді. Бірақ диализге де трансплантацияға да әлі барған жоқ. Вот. Сол үшін ондайға сене бермеңіздер. Келесі сұрақ. Диализде жүріп үйреніп қаласың деген рас па дейді. Я, мен бағана айтып кеттім ғой оны. Мен әлі күнге шейін у меня в мозгу әлі, как будто менде уже ертең диализ. Ұйқыдан тұрамын, уже диализға бару керек. И андай, қалай айтсам екен, бұрында менің сменам Алматыда андай таңғы 5 еді ше, бірінші смена таңғы 5, 4:30-да. Ауылдан 4:30-4-те шығып кететін. Всегда таңғы 4-ке қоятын будильникті. И менде уже әлі күнге шейін привычка, всегда таңғы 4-те тұрып кетемін. Өзіммен өзім. Өзіңіз оянып кетесіз ба? Я, оянып кетемін. И я диализға, конечно, үйренесің. И 12 жыл ма, қанша 14 жыл болды ғой менің диализде жүргеніме. Как на работу, да? Я, как на работу. И андай үйдегілерге де, мам, пап, мен жұмысқа кеттім деп кетіп қаласың. Прикол ұстап. Иә, диализға шын мәнінде де адамдар үйреніп қалады, ойлайды, болды менің, основной занятием осы, бұдан басқа не істеймін? Құдайдың бергені осы дейді да, байланып қалады гемодиализға. Я еще заметила, когда диализға баратын адамдардың қасында бір шустрый біреу болады ғой. Давай бүйтеміз, давай сөйтеміз, давай пересадка жасайық, давай варианттарды іздейік дегенде прям жақсы да, подталкивать етіп отырады. Өйткені диализда жүрген адамдардың өзі. Менің случайымда сіз болдыңыз ғой сол. Мен ғана емес, сіздің Гүлмира Татья, мне кажется, очень қатты сізді қолдады. Ничего не знаю, давай, Асёка, ты сможешь деп қасыңызда қанша жүрді ғой. Мен просто неге тоже подталкиваю адамдардың көбісі. Мен жолдасым 6 жыл гемодиализда болғаннан кейін, біз 3 жыл Сызғановта просто сердце лечили. Жаңағы фракция выброса төмен, операцияға алмаймыз деп. Оказывается, Туркияда мысалы ондай фракция выбросаға вообще қарамайды екен. Мы попусту 3 жыл и миллионы теңге просто потратили, сол болмайтын бір жүректі емдеуге, оказывается, емдеу керек емес еді. И жолдасым постоянно операцияны қозғаған кезде постоянно айтатын, да, я керек деп. И оказывается, сен откладывать ете берген кейін, былай қарасаң, күндер, айлар емес, жылдар өтіп кетеді екен. Вот, и соған қарап уже ойланасың да. Келесі сұрақ. Жақындарымның донор болуына қорқамын, алғым келмейді дейді. Өте жиі естеймін тоже соны. Сіз не айтасыз? Мен случайно білесіз ғой сіз. Иә. Мен случайно білесіз. Мен бірінші рет мамамнан алдым. Мен бірінші пересадкамды ол кезде 14 жаста болдым. Мен 2012-де ауырдым, 2013-те пересадка болды. Бір-ақ жыл ғой негізі диализде жүргенім. Сол бір жылдың өзі меня так измотало. Я была ребенком. Мен бала болдым. Біраз нәрсені түсінбейтінмін. Меня до такой степени был диализ измотало. Я год в детской больницада жаттым, далаға шықпай. И мен уже мамам береді деген кезде, мен на все была согласна. Кім берсе де алам деп тұрдым ше. Сөйтіп мамамдікін алдым. Но уже уақыт өте келе, со временем, когда отторжение болғаннан кейін, мен қатты жаман болдым. Бекер мен алдым дедім ше. Алмау керек еді, мамам жалғыз ғой менің, не үшін алдым деп болған менде. Қорқтыңыз иә мамаңызға? Қатты қорқып кеткен, мен мамам да жалғыз, мамам мен де жалғыз. Сөйтіп өзіме сөз бердім, басқа үйдегілерден алмайын деп. Если даже пересадка жасаған өзінде Белоруссияға барып жасаймын деп ойладым екен, там же донора предоставляют. Енді бәрі сол кезде бір хит болды ғой, бәрі кет қалды ғой сол Белоруссияға.
Иә, иә. операция жасап атты ғой. И сол моментте мен де сөйтіп ойға кіріп кеттім. Потом мен әкеммен мен таныс емес едім. Таныстық, әкем өзі донор болам деп шешті. Бізде барлығы идеально келді. И сол папамен біз Ғани Мұратовичқа барған едік. Сол кезде антителалар проблема болды, сол плазма жоқ болды. И потом Алматыға барған кезде Ислам Курбанович маған айтты, что кросс-матч бізде не совпадает деді. Мгм. Оказывается, кросс-матч, если не совпадает, то нельзя жасауға, да? Мгм. Астана маған болады деді. Мен сол жағын түсінбедім. В общем, тұрдым да, қой дедім, болды. Қалам дедім мен начальнице. Я совсем руки опустила. Потом сестрам бұрыннан айтатын осы, қазір донор болған сестрам всегда айтатын маған. Біз бірге өскенбіз, мен нағашы сестрам. И сестрам деп айтамын мен оны, негізі тетям ғой. И қанымды ішкен сондай айта беретін, маған мигін аласың, болды, дайындал, все, кеттік анализ тапсырамыз, бүйтеміз, сөйтеміз, сондай. Білесіз ғой, өзі зажигалка ғой мынандай. Иә, иә, иә. Сөйтіп айта берді, мен надоелым кеткен, мен до того үйден қашып кеттім ше. Үйге бармай кеттім, айлап үйде болған жоқпын. Сөйтіп ол мені тауып алады қаладан, отырып сөйлесеміз. Ұзақ сөйлестік. Сөйлескеннен сделали вывод, что, короче, бір келісімге келдік, что мен одан алатын болдым. Она меня уговорила. Мен айттым, я не хочу үйдегілерден алғым келмейді деп ше. Ол жылап, менде бауырынан артық ешкім жоқ бұл дүниеде. Бай табылады, бала бар, бәрі бар, бауыр табылмайды бұл өмірде деп андай күшті бір фразалардан айтты. В общем, сөйтіп так решила, что алатын болып шештік. Бірақ сестрамның бір проблемалары болды, ол кісі ажырасты ғой. Сізге айтып түсіндіріп едім ғой. Сол проблемалардың кезінен мен де сол тоже бара алмай қалдым Астанаға, пересадкаға. Сөйтіп уақыт өте келе, до того, оказывается, оның арасы 2 жыл уақыт өтіп кетіпті. Мен 2 жыл. уақыт страшно тез өтіп кетті. Сөйтіп на фистул атылғаннан кейін бірақ уже бәріміз жыбырлап бастадық. Но мен айтқым келгені, что бұл өмірде бауырлардан басқа ешкім жақын емес сіздерге. И адам бір почкамен өмір сүреді, адам бір почкамен өмірге келеді. Поэтому алғаннан тұрған онда ештеңе жоқ. Мен сөйтіп вывод жасадым, я это приняла. И, как бы сказать, болды, бар айтарым сол. То есть Өміріңізді құтқарып тұр ғой. Қорқудың ештеңесі жоқ, өйткені мен мамам әлі күнге шейін нормально барлығы. Мен әлі андай случай естімедім, донор болған адам қайттан диализға түсті деген. Мен осы 12-14 жылда вообще әлі естіген жоқпын ондайды. Бізде бірде-бір ондай случай жоқ. Қаншама донор көрдік, даже жас қыздар болған, әке-шешелеріне берген, жолдастарына берген, олар даже бала көтеріп, бала туып алған. Сол. Поэтому қорқпаңыздар, если вы боитесь там сұрауға, там ағаларыңыз болсын, шешелеріңіз, жақындарыңыз, өйткені олардан жақын сізге өмір беретін ешкім жоқ. Если прям сатып алам демесеңіздер за бешеные деньги. Болды. Но это уже қылмыс. Это уже қылмыс, да, кстати. Либо Белоруссия, ожидание трупного донора, кейде ол ожидание 2 жылға созылып кетеді. Оны еще күтесің трупныйды. Қазір еще диализде 5 жыл жатсаң ғана қабылдайды емес пе, Белоруссия? 5 жыл жоқ, қабылдай береді, бірақ жаңағы тіркеуінің өзіне ақша төленеді, 6-7 миллион жаңағы, чтоб в очередь встать. Сосын 3 ай сайын анализдар тапсырып тұру керек, ол да лишний қаражат. И бізде мысалы пациенттер бар уже 2-3 жыл жаңағы Белоруссияның трупный донорын күтіп отыр. Өйткені олар первостепенно өзінің жаңағы азаматтарына жасайды да, одан кейін уже иностранецтерға звондап, донор табылса хабарлайды. Это еще группа кровиға байланысты. Мысалы, егерде бір редкий қан топ болса, редко табылады.
Вот сол үшін егерде туысқандарыңыз болса, алудан қорықпаңыз, айтуға ұялмаңыз, сұрауға ұялмаңыз. Мүмкін Алла тағала солай туысқан қылып жарататын шығар бізді, иә чтоб көмек көрсететіндей. Егерде қазір біздің арамызда бір потенциальный донор тыңдап отырса, бір туысқаны біреу, қорықпаңыздар. Маған кейбірлер айтады, мен қорқам, ертең өзіммен бірдеңке болып қалса, мен всегда айтамын, ертең сізді машина қағып кетсе не істейсіз деймін. Қайдан білесіз, ертең не болатынын? Біз білмейміз, 1 минуттан кейін не болатынын, сол үшін қорқу қажет жоқ. Тем более, донорды жақсы обследует. Мысалы, профессорлар всегда айтады, маған 2 ауру керек емес дейді. Сол үшін иә всегда жақсы. Айтыңызшы, мысалы, Асия ханымды КТ, неше түрлі анализдер, көп тексерді ғой. Даже реципиентқа қарағанда донорды көп тексереді. Егерде даже бір малейший угроза болса, жасамайды. мен Мысалы, бізде бір естуімше случай болған. Мгм. мен естуімше что мысалы донорда бір почкасы күшті, а бір почкасы так более-менее болса, более-менее аны бізге береді, а күшті Иә, жақсысын өзіне күштісін қалдырады. сақтайды, өзіне Сақтайды. қалдырады. Иә. Мысалы, бізде бір случай болған, әйел қызына бермекші болды, анализдарын жібереді и айтады, я хочу приехать на трансплантацию, вот мои анализы дейді. Біз дәрігерге жібереміз, дәрігер қарайды да, как раз сіздің врачыңыз болды ол кезде. Дәрігер қарайды да айтады, бұл донор бола алмайды, мен қабылдамаймын дейді. Ол әйел айтады, қалай қабылдамайды, мен басқалардың бәрі шақырып тұр ғой, бүкіл клиникалар мен шақырды, мен уже шығуға дайынмын, неге қабылдамайды дейді. Сол кезде она не подходила как донор, и врач уже тщательно қарап, зерттеген кейін жоқ келмейді деді да, сөйтіп олар басқа донор, сөйтіп мамасы емес, папасы болды. То есть здесь еще один важный момент, жақсы дәрігер болу керек та. Еще донорлар, мысалы, азанда операция болатын болса, кешке уже көтереді, жүргізеді, 2 күннен кейін уже шығарып тастайды. Ешқандай диета сақтамайды, пожизненно ешқандай дәрі қабылдамайды. То есть қалай өмір сүріп жүрді, солай сүре береді. И бір бүйрекпен өмір сүретін адам өте көп, просто олар даже білмейді көбісі. Менде енді диета жоқ деді бүгіннен бастап. То есть соленый уже бәрін жей берсе болады деді. Бәрін жеп отырмын. Мен сізге сосын толығырақ айтамын диета туралы. Иә, айтпақшы, сізде диета туралы маған айтып беремін дедіңіз ғой, соны жіберіңізші. Айтам, мысалы, қараңыз, сізге дәрігер айтты ғой, тек қана грейпфрут болмайды, ненің жаңағы өкпе бауыр болмайды деп. Бірақ негізі ол негізі бүкіл врачтар солар айтады. Өйткені дәрігерлер клиникада, институтта оқыған кезде жаңағы питание мен витамины туралы совсем оқымайды. Оларда болмайды ондай раздел. То есть олар соны білмейді. Мысалы, мен өзім Ресейде университет образовательной медицины бітіргеннен кейін, как раз таки жолдасым трансплантация жасағаннан кейін маған қызық болды. Қалай сонда трансплантация істеген адамға қант жеуге болады? Қалай сонда ол майлы заттарды жей береді, если жаңағы ішетін иммуносупрессанттар именно сосудқа әсер ететін болса? Мен, то есть, оқығаннан кейін интернетте оқып білдім да, что у людей после трансплантации высокий риск сахарного диабета, высокий риск онкологии деп, почему-то то-то, то-то. Бірақ неге тамақты ограничивать еткен, сол менде сұрақ болды. Сосын мен өзім университетке поступать еттім. 2,5 жыл соның барлығын оқыдым. Қазір бізде вот после трансплантации пациенттер үшін специальный меню бар. Мен тұтас жазам, не болады, не болмайды, неге, почему сырой нәрселер жеуге болмайды, неге фрукты овощин жақсылап тұрып жуу керек, қалай оны жуу керек. То есть осындай нюанстар өте көп, сол үшін мен сізге прям аудиоға жазып айтып берем, и менен тұтас жіберем. Өйткені ол өте маңызды нәрсе. Егерде отторжение болған адамдармен сөйлессеңіз, неге деп, и қандай образ жизни вы вели десеңіз, сіз соны түсінесіз. Мысалы, менің жолдасым 2 трансплантация болды ғой. Біріншісі болғаннан кейін 5 жыл жүртта ол бүйрекпен, сосын отторжение болды. И если у него спросить, не істеді ол? Дәрісін вовремя ішпеген, кейде ұмытып қалады, кейде жас болғаннан кейін андай қыдырып кетіп қалады, балаларымен дәрілер үйде қалып қалады. Сосын ешқандай диета сақталмаған. Сол жаңағы отторжениенің причинасын бірі болып отыр. И что окончательно добило, это уже стресс. Сол үшін питание болу керек, дәрілерді вовремя ішу керек.
и стресстен өзін адам сақтау керек. Вот, мен сізге тағы да сосын айтып кетемін бәрін. Келесі сұрақ. Турцияда трупный донор бар ма дейді. Кім донор бола алады? Турцияда трупный донор жоқ. Бар болса да тек қана өздерінің азаматтарын үшін жасайды. Бірақ ең жақсысы, мысалы сіздерде туысқан донорыңыз бар, бірақ қан топтары келмесе, перекрестный трансплантация істеуге болады. Ол қалай? Мысалы сіздің қан тобыңыз 1, донордікі 3. Тура сондай пара болады. Где наоборот. И сөйтіп бір-біріңізбен осылай ауысасыздар. Естественно, после согласия, после сдачи анализов, бәрін жақсы тексерген кейін солай істеуге болады. Ол тек қана туыстар туралы. Егер де совсем туыс емес болмаса, туыстарыңыз келмесе, то уже туыс емес адамды қарастыруға болады. Мысалы, достарыңыз, коллеги, одноклассники, көршілер, құда жекжат, болмаса алыс жақтағы бір туысқандар, которые документпен сіздер дәлелдей алмайсыздар. Бірақ ондай уақытта, ондай кезде этический комиссия дегенді өту керек. Ол жаңағы клиникалардың прихоти емес, ол кәдімгі түрік мемлекетінің заңы. Сол этический комиссияны өткеннен кейін уже жаңағы донорларыңызбен операция істей аласыздар. Негізі одан ешқандай қиындық жоқ. Бізде 100-ден асқан адамдар сол этический комиссияны өткен. И қазір операцияларын жасап, уже аман есен жүр. Сол үшін менде донор жоқ деп көбісі отыра береді, бірақ жаңағы амалдарын іздеу керек та, жолдарын іздеу керек. Бізде Қазақстанда еще егерде донордың давлениесі көп болса, сахары болса, гепатитпен бұрында ауырған, анемия болса, көбісін алмайды. Бірақ Түркияда ондайға қарамайды. Сол үшін анализдерін тапсырып қарауға болады. Келесі сұрақ. Evet. Evet. Ben yemek yemedim. Hayır, alamadım. Yemek. Teşekkür ederim. Күшті үйреніп алыпсыз ғой түрікше. Кәдімгідей. Зато уже ішім пысқаннан уже турецкийді түсініп жатырмын. Полноценно. Бірақ айтып жеткізе алмай тұрмайды. Ничего, үйренесіз уақытымен. Ақша жоқ, донор жоқ дейді. Не істеуге болады? Менің подписчиктеріме бұл эфир көрінбей тұр ше, вообще, походу. Ешкім көріп жатқан жоқ, мен жақтан, походу. Сіз өзіңіз отырған кезде 20 адаммен отыратын ба едіңіз? Ау? Сіз өзіңіз эфирде отырғанда 20 адаммен отыратын ба едіңіз? Жоқ, көрдіңіз ба, біреулер кіреді, біреулер шығады. И мынау число всегда дұрыс көрсетпейді. Просто группада жазып жатқан ғой, көбісі эфир қайда деп іздеп жатыр. Тоңсыр алған ғой. Көбісіне бұрындағындай Instagram уведомление жібермейді. Такой-то такой начал эфир деп барлығына келе бермейді да. Бірақ біз бұны сақтауға тырысамыз, сол кезде адамдар уже в записи көре алады. Так. Ақша жоқ, донор жоқ дейді. Не айта аласыз оған? Ойбай, ақша жоқ. Қастыра тұрыңыз, бір минут. Жүзеле алмаймын, жүзелсем шоқым ауырады. Уақытымен барлығы кетеді. Әлі есіңізде сақтап отырасыз бәрін. Так, ақша жоқ, донор жоқ. Менде болды ондай случай. Когда донорым да жоқ, ақшам да жоқ. Жүре бересің, просто тупо и все. Ештеңке ойламайсың. Диализ. Все болды. Мен не айтарым осы сұраққа, негізі ақша жоқ, донор жоқ деп отыра бересің. Бірақ егерде адам алдына мақсат қойып, егерде ниет етсе, мен алан қалауымен осы бірдеңке қылып, бірдеңке істеп, осы операцияны жасағым келеді деп үміттенсе, бәрі бір уақытта, бір пәсте тез бола алады. Айтады ғой, Құдай қаласа,
форточкадан да бере салады дегендей, бізде де мысалы дәл солай болды. Қаншама жыл отырдық, я істеу керек еді, я операция керек, я мынау диализ надоел уже, керек еді деп отыра бердік. А потом раз, когда мы уже решили, что болды, невозможно уже, 6 жыл өтіп кетті, денсаулық уже дым қалмады, болды, жасаймыз, точка деген кезде уже бір адамдар да табылады, жаңағы көмектесетін, подсказка айтатын, бір направление беретін, ақшылды, уже донордың мәселесі де шешілді, дәрігер де табылды, клиника сол тез бір уақытта, сол 1-2 айда тез шешіліп кетті ғой. Сол үшін адам пока өзіне, менің ойымша, мақсат қоймайды, пока он сам не захочет этого шын жүрекпен, пока ниеттенбесе, то ол болмайды. Андай бір не сияқты бар ғой, бір анекдот емес, бір поговорка. Бір адам Құдайға келіп ренжіп айтады да, мен сенен андай лотерея ұтқым келді деп қанша рет сұрадым, неге лотереяны ұтпадым, қанша рет сұрадым ғой, сенен тіледім ғой, Құдай, лотерея ұтқым келеді, бай болғым келеді деп. Сөйтсе Құдай айтады, сен хоть бір рет лотерейный билет сатып алдың ба деп. Вот сол сияқты да, адам ниеттеніп, андай кішкентай болса да әрекет істесе, менің ойымша, ары қарай уже болып кетеді. Дұрыс айтасыз. Әрекет істемей жүре берсең, қаласың жүріп. Иә, жай ғана Құдайдан сұрап диванда жата берген, ол да болмайды да. Ақырындап, мысалы қазір сіздер де сондай жағдайда болсаңыздар, ақша жоқ, донор жоқ, не істеуге болады? Мысалы уже мысалы жазсаңыздар болады, иә, мен мысалы айтам, қанша тұрады, не істеу керек, донордың қандай критериймен қарау керек, мысалы туыстармен сөйлесер кезде де қандай анализ тапсыру керек. Сіз уже бір жерге жазып қойып, осындай критерий болу керек, осындай жаста донор болу керек, осыншама ақша, мына жаққа мынаншама кетеді екен. Енді ары қарай мен не істей аламын дегендей. Егерде ақша жағынан уже проблема болса, мысалы сбор ашуды ұялмаңыздар. Тут на кону стоит ваша жизнь. Сіздің денсаулығыңыз, сіздердің өміріңіз. Сол үшін ондай не нәрседен еш ұялмау керек. Әр адамның жағдайлары әртүрлі ғой. Мысалы бізде сбор жасағанбыз, жолдасым операция істер кезде. Я басында ұялдық, мен қалай бөтен адамдардан ақша сұраймын, қалай видео түсіріп, нетіп, бүйтіп, қатты ұяласың ғой ондайдан. Когда уже ойланған кезде, адам жанына батқан кезде, сен уже ондай ұят деген уже болмайды, негізі ондайдан ұялмау керек. Бірақ Құдайға шүкір, түсінген адамдар да көп болды. Біреулер 100 теңгеден салды, біреулер 10 000 теңге салды. Барша адамдар көмектесіп, әйтеуір сол адамдардың арқасында бізде операцияны жасап алдық. Сол үшін ұялмаңыздар, неше түрлі фондтар болады, қазір көмек көрсететін, жаңағы дәлелдейтін документтерді көрсетсеңіздер, ондай тауып көруге болады. Кейбір крупный компанияларда, мысалы андай Эйр Астана, Казмунайгаз сияқты, оларда уақытысымен благотворительностьқа ақша бөлінеді, особенно кішкентай балаларға көп бөледі, бірақ кейде үлкен адамдарға да бөлінеді. Соларға жазып көріңіздер. Тағы да бір кейбір блогерлар болады, андай сбор жүргізіп беретін, мүмкін, точно білмеймін, бірақ сөйлесіп көруге болады. Әйтеуір әртүрлі әрекеттер істеп, возможность іздеу керек та. Сол кезде менің ойымша барлығы жақсы болады. Отырсаң, отыра бересің. Вот, мен солай ойлаймын. Так, келесі сұрақ. Диализ туралы сұрақ. Диализ бен пересадканың айырмашылығы дейді. Сіз айта беріңізші, тыңдап сосын айтайыншы мен. Да? Сіз айта беріңізші, сізден кейін айтайыншы мен. Диализ бен пересадканың айырмашылығы, конечно, ең үлкен. Біріншіден, диализ біз уже айтып өткендей, ол тек қана қан тазалайтын аппарат, бірақ ол ешқашанда 100%-ға тазаламайды. Ол біріншісі. Екіншіден, адам сол гемодиализға үйреніп қалады, оның рисктары бар, оның барлығын біз уже атап өттік. Конечно, здесь нельзя выбирать либо диализ, либо пересадка. Мен всегда айтам, егерде сіз әлі диализға түспесеңіздер, пересадка тез істеп тастаған, это вообще самый легкий вариант.
Вот. Егерде андай диализда аз болса. Өйткені адам диализда көп жүргеннен кейін оның ішіндегі сосудтармен не болып жатыр, басқа органдармен не болып жатыр, это уже үлкен сұрақ. Бізде мысалы пациентка болған 9 жыл гемодиализда, уже тоже Астанада отказ берген, Алматыда отказ берген, екінші трансплантация болған. Сол Түркияға бізге келді, операция басталған кезде ашса, сосудтары уже жарамайды екен. И Алланың қалауымен именно сол уақытта донорский сосуд болған ғой клиникада. Сөйтеді да сосудтың ауыстырады. Егер де ол сосуд донорский болмай қалған жағдайда, и егер де мысалы басқа жерде операция істейтін болса, где некомпетентный адам, менің врачтың опыты жетпей қалса, просто жауып істей салушы еді, сіз операцияға жарамайсыз деп. Бірақ именно сол кісі, біз сол страницада отзывы бар, Шолпан деген кісі табылып, оның да тура андай операцияға жақын қалған кезде фистуласы тоқтап қалады ғой, соңғы фистуласы. Тура сіздікі сияқты прям уже фистула тоқтайды, варианттары болмайды, и сосын операция істелінеді. Вот. Сол үшін диализ бен пересадканың айырмашылығы менің ойымша өте үлкен. Екеуін ешқашан салыстыруға болмайды. Адам пересадка жасағаннан кейін уже обычный өмір сүре береді. Барған жағына барады, уже гемодиализға байланбайсың. Хочешь путешествуешь, хочешь вообще бір жаққа көшіп кетесің. Маған мысалы андай жай Турцияға қыдыруға келетін адамдар болады ғой, қыдырғысы келетін. Айтады, мен диализ ала тұрсам бола ма дейді. И мен айтам, егер де адам трансплантацияға келмесе, либо емге, ол гемодиализ ала алмайды. Ондай жерлер жоқ бұл жерде. Сол үшін уже пересадка болғаннан кейін жеңіл да барлығы. Ты живешь обычную жизнь. Бізде даже бала көтерген қыздар бар после трансплантации. Да, маған бағана соны айтып еді. Әлі босанған жоқ, срогы келген жоқ, бірақ жүкті. Барлығы жақсы, Құдайға шүкір қазір. Мұнда Аура деген переводчица бар, сол кісі айтты, подругам бар, тоже пересаженная дейді. Қыз туды дейді после пересадки. После первой пересадки деді. И қазір биыл 1-ші классқа барады деді. Қандай күшті. Қандай күшті. Вообще анандай ұлттық. Вообще стимул пайда екен. Сол тек қана сондай историяларды негізі тыңдау керек. Положительный, где счастливый конец, и өзіңді солай, даже если адам жаман бірдеңе естісе де, анау пересадка жасапты, бүйтіп қапты, сөйтіп қапты, отторжение болып қапты, өзіңе айту керек, жоқ, менде ондай болмайды деп. У меня все будет хорошо деп всегда. Өйткені негативно ойласаң, біз действительно соның бәрін өзімізге тартамыз да, и уақыттан кейін сол шынымен де болуы мүмкін. Құдай қаласа сіздің тойыңызға барамыз, тойлаймыз әлі бәріміз. Выпискасына, мен крестный мама боламын точно. Обязательно. Мен осында келген кезде, андай енді Қазақстаннан мен бүйтіп шықтым ғой, что они все отказались, то, что у меня организм сложный, антитела очень высокие. Даже мен сізге жібермедім ба, менің врачтарым, они посоветовали, если антитела түспесе пересадка жасама, не рискуй деп айтты да маған. Жібердіңіз, иә. Я, типа, отторжение болады ғой, істемей қой, ну, это наш совет деп ше. Мен до того басым қатып кеткен, и когда вот это плазмафорездің бәрі бітті, жасап бітті, анализ алды ғой плазманың, антителаның, жауабын айтқан кезде, анау, операцияға келет, болды, ертең операция деген кезде мен прям жыладым. Ой, өйткені, ты чё, Астана қабылдамады, анау қабылдамады, мынау қабылдамады, вообще все от меня отвернулись, мен уже ештеңе жарамды емес деп ойладым да өзімді до такой степени. И сөйтіп, как так деймін да, сөйтіп, я же помню, что осы жер маған айтты, если сенің антителан 100%-тің 50% тазармаса, то мы тоже откажемся деп айтқа. Я это помню. Мен тіледім, чтоб жазылса екен деп. И тұрады да маған трансплантолог айтады,
100%тен 90% шайылды дейді. Я в шоке. Капец, в шоке болдым. Еще мен ойладым, если, 50%, если чайылса ғана, хотя бы 50 чайылса, значит, онда маған после операции плазма керек, қайттан. После операции диализ керек, наверное, қайттан деп уже себе накручивала. А получилось так, Мен сізді что... ұрсушы едім ғой. Я... Ойлама жаман деп. А получилось так, что операция прошла удачно, и мен бір-ақ апта болды, ертең шығып жатырмын. Для меня, мен айтып тұрмын, мен әлі шоктамын. Я не могу до сих пор отойти от этого. Это, кажется, реально возможно. Вот реально шетелдің медицинасы все-таки бөлек. Мен соны мойындаймын болды. Бөлек, я дәрежелері биік, бірақ біздің дәрігерлерді де ол үшін андай ренжіп, кейбірлер көбісі Жоқ, жамандайды. Это тоже не жоқ, нужно. мен Мен білем, сіз өйтпейсіз. Жоқ, мен білем, сіз өйтпейсіз. Иә, сіз мен именно өйтпейсіз, медицинаның бірақ өзін в айтып целом тұрмын. айтамын да. Медицинаның өзін айтып тұрмын. То, что у них Иә, все иә. доступно, у нас такого вообще ничего нету, мысалға. Біраз нәрсе бізде жоқ. Элементарный плазмафорездің өзін мен 2 жыл күттім. 2 жылда адам өліп кетуі мүмкін, мысалға. Мен тем более қанша жыл диализде жүрмін дегенде ғой. Иә. Бірақ Құдай қаласа біздің де Қазақстанның медицинасы дамысын, қаншама адамдар очередьте тұрсын, осы барлығы шешіліп, өйткені әр адамның мүмкіндігі бола бермейді, иә, шетелге баратындай. Сол үшін біздің де Қазақстан медицинасы дамыса екен деп постоянно үміттенеміз. Бірақ мысалы врачтар көбісіне, бізде в основном так получается, всегда пациенттердің бәрі сложный. Андай легкий пациенттер аз да, в основном екінші трансплантация, андай сахарный диабет, кішкентай балалар. Трансплантация бір бала дайындалып жатыр. Мен вообще в шоке болдым. Оны еще 2007-де оған бірінші пересадка жасады. Мамасы донор болды. Сөйтіп айтты, и 2012-де сестрасы берді. Енді қазір үшіншісіне дайындалып жатыр, ағасы беріп жатыр. Мен 4 пересадка жасаған адамды білемін. Ё-моё, қалай бұл? Иә. Мен 2-нің өзіне кәдімгідей не болдым ше. 2-нің өзі де оңай емес негізі, иә. Я, ты чё 2? Мен 2-нің өзінде организм үстіп тазарып жатыр. Ой, қойшы, 3-ті ойламаймын. Жоқ, ойламаймын. Ондай болмайды. Ойламаңыз, береңіз 30, 40, 50 жыл жұмыс істесін. Берса. Мен де қатты үміттенемін, біздің Қазақстанның врачтары да нететін шығар, жақсы. Бірақ уақытысымен олар да оқып келе жатыр ғой. Бірақ просто көбісі андай кішкене подопытный кролик болғысы келмейді да. Бізде енді медицина все-таки страна третьего мира болғаннан кейін ол да уақытысымен дамып келе жатыр. Бірақ Құдай қаласа бізге де сол келеді, үйренеді. Сол үшін егер де біз тыңдап жатқан жастар дәрігерлер болса, үйреніңдер шетелге шығып. Мен бірінші көптеген программалар болады дәрігерлердің оқытатын. Мен бірінші Мысалы жаңағы профессорлар, мысалы жаңағы Мұрат Tuncerдің өзі де жас кісі емес қой. Я, үлкен кісі. Вот содан үйреніп қалу керек та. Жоқ, енді уже 60-тан асқан кісі ол жас емес. Сосын ол жақта трансплантологтар бар, 52 жыл опыты бар, бірде-бір смерть болмаған операционный столда. Сондай кісілерден үйреніп алса деймін да, сондай неше түрлі опытный врачтардан. Менің бірінші трансплантологым маған бірінші пересадка жасаған, Ғани Мұратович. Вот сол кісі, мықты кісі. Бірінші пересадкамды мен прям өкінбедім сол кісіге жасағаныма. И мен екінші пересадкамды да сол кісіге барғам. Тек сол кісіге барам дедім. Басқа қалаға, шетелге қайда бармайым дедім. Просто получилось так, что плазма жетпеді, анау-мынау, и оларда антителаң көп, типа жасамаймыз дегендей қылды. Сонымен пришлось маған амалның жоқтығынан осылай шетелге шығуға. Просто видите, трансплантолог ол бір. Ол да жақсы болу керек, бірақ ең маңыздысы ол нефролог. Өйткені операцияны істеу негізі қиын операция емес, кесіп, сосудтарды тігіп, бүйрек салатын. А ертең дозировкалар, дәрілердің дозировкасын бақылайтын,
дұрыс терапияны подбирать ететін, оны істейді именно нефролог. Сол үшін жақсы нефрологқа көбісі байланысты. Мысалы, даже сіздің антителаңызды түсірген трансплантолог емес, нефролог, дұрыс па? Иә, Сол үшін нефрологтан очень многое зависит. дұрыс айтасың. Вот. Так, тағы да сұрақтар қалды ма, бізде қалмады ма? Чат қойсын, чаттан Давайте сұрақтарыңыз болса, бізде комментарийдан қарап жауап берейік. Мына жердегі сұрақтар уже болған сияқты. Бәріне жауап беріп шықтық. Ася ханым қазір өзін қалай сезінуде? Вообще, как она рассказывает? Өкінбей ма? Қалай сезінуде өзін? Нет, өкінбейді. Бір осы қашаннан бері 5-6 жыл болды ғой, айтып жүргеніне берем деп, бір ретте бір жаман сөз, негатив бермеймін, жоқ деген никогда аузынан шыққан жоқ. А после операции то же самое, наоборот. Ол мен контактісіне моя вторая почка деп почканың суретін салған. А мен оны контактыға өмірім деп жазған. Ой, блин, мен сестраларым, әйтеуір білмеймін, үшеуміз бірес қой, қосылсақ бітті. Еще операциядан кейін ғой, күле береміз. Күлсек шофымыз ауырады ғой. Шоф ауырады, иә. Күле береміз. Мен айтамын, кетіңдерші, өзім жатамын деймін. Так, қандай сұрақтар бар? 11 диализде күйеуім дейді. Донор болайын десем, қан топ сәйкес келмейді. Күйеуім 3-ші группа, әйелі 4-ші группа. Сол перекрестный трансплантация істеуге болады. Ол 8 жас болама, мен 37 жастамын, донор бола алам ба дейді. Түсінбей қалдым кішкене сұрақты. 8 жасқа болама дейді. Мен 37 жастамын, донор бола алам ба? 8 жастағы Кішкентай балаға ма? Я бола алады. Өйткені кішкентай балалар, даже бізде 1 жасар бала болды, доноры мамасы болды. Сол үшін жаңағы размерлері кішкене үлкен болған менде все равно сала береді. Негізі донор болу үшін адам 18-ден асу керек. 4-ші топ керек емес деді Турция дейді. Ау? Жаңағы сұраққа ше, күйеуім 3-ші группа, әйелі 4-ші группа деген. 4-ші топ керек емес деді Турция дейді. Мүмкін сіз тек қана бір клиникаға қаралған шығарсыз. Мысалы, біз перекрестный донор іздеген кезде бүкіл клиникаларға запрос береміз. Өйткені барлығымен официально жұмыс істегеннен кейін, и кейбір клиникаларда табылады. Кейде донор келесі күні табылады, сол күні табылады. Кейде 1-2 ай күту керек болады. Адам қан тобына байланысты. В основном ең ұзақ күтетін ол жаңағы реципиенттің 1-ші топ. Бірақ 4-3, 4-2 мысалы табуға болады. Бірақ негізі барлығы Аллаға байланысты ғой. Сеніп тоже тез табылады деп нетсеңіз. Медикал паркке бардым дейді. Медикал парк, я, ол клиника, бізде медикал паркпен жұмыс жасаймыз. Бірақ ол Стамбулдағы көп деген клиниканың бірі ғой. Мысалы, медикал паркта просто на тот момент донор болмады. Бірақ мысалы, ол медиканада болуы мүмкін, басқа клиникада болуы мүмкін. Сол үшін біз бүкіл общий жаңағы Турцияның базасынан қараймыз, қай жерде табылар екен. Сол үшін біздің пациенттерімізге негізі тез табылады. Бірақ у всех по-разному. Кейде ұзақ күтеді, кейде тез табылады. Оның әр адамның бағына байланысты деп ойлаймын. 1-ші қан тобы пациент, 2-ші қан тобы донор келеді ма дейді. Жоқ, келмейді. Бірге тек қана бір келеді. Бірақ егерде туыс болсаңыздар, жаңағындай айтып өткендей, перекрестный трансплантация істеуге болады. Мен донор болайын десем, почкамда тас бар, ол қалай болады? Емдеуге болады оны? Емдеуге болады, бірақ өте көп. То есть бізде мақсат қандай болу керек? Тез-тез операцияны істеп тастамау,
лишь бы пересадканың өзі болды дегенде бізде қандай болу керек, чтоб донорға риск болмасын деп, и біріншіден жаңағы салынған бүйрек ұзақ өмір жұмыс істейтіндей, ұзақ уақыт бойы. Егерде уже бүйректе тас болатын болса, это говорит о том, что уже детоксикационная системада проблема бар, бүйректің өзінде проблема бар. Ол тасты алған күнде де уже жаңағы повреждениялар қалып, рисктер қалады. Сол үшін мысалы Турциядағы врачтар сізді донор қылып вряд ли алады. Сол үшін басқа донор қарастыру керек. Эфирді сақтап қойыңыздар. Иә, мүмкіндік болса міндетті түрде сақтаймыз. Менде медикал паркта болды дейді. О, Шолпан тәте. Турциядан консультация қанша болады? Консультация, егерде сіз в зависимости қандай врачқа барасыз, егерде просто второе мнение болатын болса, ол консультация тегін, біз сізге тегін істеп береміз. Бірақ уже жаңағындай барып, болмаса онлайн врачпен көзбе-көз сөйлесіп нететін болсаңыз, ол примерно 150-200 доллардай шығады. Видеозвонокпен де онлайн сөйлесуге болады. Заранее анализдерін тапсырып отырып, врач қарап беріп, өзінің назначенияларын береді. И офлайнда сөйлесуге болады. Уже барып. Пересадкамен бала тууға болады ма дейді. Жаңағыда уже айтып өттік, иә? Босанғандар бар, болады. Әрине, барлығында индивидуально, бірақ егерде өз-өзіне адам қарап, дұрыс дәрігермен, жаңағы акушер-гинекологта дұрыс болып нететін болса, әрине босануға болады. Егерде изначально жаңағы диализға түскен причинаның өзі андай наследственный болмайтын болса, то балаға да ештеңке болмайды. Диализде жүріп, бүйрек өзі дұрыс жасайды ма дейді. Ол да сұрақ уже жауап айтып кеткенбіз. Скорее всего, нет. Бірақ барлығы индивидуально. Егерде диализда аз уақыт жүрсеңіз, егерде УЗИ бойынша бүйректің размерлары до сих пор в норме, жаңағы скорость клубочковой фильтрации дейді ғой, СКФ, сондай анализ бар. Егерде скорость клубочковой фильтрации 60-тан жоғары болатын болса, мүмкін, иә, жұмыс жасап кетуі мүмкін, егерде сіз параллельно ем қабылдайтын болсаңыз. Бірақ жаңағы уже смарщивание почки, креатинин 800-ден жоғары, 1000-нан жоғары, уже ұзақ уақыт жүріп қойдыңыз, жаңағы СКФ, скорость клубочковой фильтрации төмен болса, мысалы 30-дан төмен, 20-дан төмен, то маловероятно, что жұмыс жасап кетеді. Негізі бүйректің жаманы сол ғой, ауыртпай жүреді да. Сосын рас адам талқалады, и солай біледі да өзінің ауырған екен. Бізде көбісі солай айтады. У меня не было никаких проблем дейді. И тексерілсем, оказывается, бүйрегім сондай екен дейді. Аяғасын талқаладым. Бірақ мен всегда айтам, ол не было никаких проблем емес, просто сіз білмедіңіз. Негізі бүйректің ауруына адам мүмкін 5 жыл бұрын ауырып қалған шығар, содан бастаған шығар, мүмкін 10 жыл бұрын бастаған шығар, бірақ ақырындап өзінің жұмысын құртыла берген да, и бір уақытта уже сөйтіп болған. Тихая угроза деп айтады ғой бүйректі негізі. Өзін білдіртпейді. Мен бір сұрақ қойын деп едім. Мен жаңа группа создать еткен ғой. И көпшілік ол жақта анандай пациенттер, которые креатининдары көтеріліп тұр. И барлығының уайымы қалай түсірсе болады, диализге түскіміз келмейді дейді ше. В основном көп әйелдер сондай группада отыр ше. И диализді де түсінбейді дұрыс, білмейді и не могут кому обратиться, у кого спросить, и что делать, и как лечить. Сіздерге ондай пациенттерге уақытты жоғалтпай жақсы нефрологқа қарау керек. Мысалы, олында да айтып өткеттім, бізде ондай пациенттер өте көп. Мысалы, үлкен креатининмен келген,
одан кейін емді қабылдап, қазір пересадка да жасамаған, диализге де бармайды. То есть сол состоянияларын әлі сақтап жүр. Ал 6 айда бір жылда бір барып тұрады, клиникаға жаңағы чекаптарын жасайды да, емін корректировать етіп, дәрілердің бір дозировкаларын сөйтіп нетеді. Кейбіреулер вообще уже дәрі де ішпейді, то есть совсем диагноздарын алып тастаған. Бірақ егерде сондай үлкен креатининмен жүре берген, диализға да бармаған, ол да болмайды. Өйткені креатинин деген это уровень зашлакованности организма, жаңағы бүйрек шлактарды шығаруға үлгермей жатыр. Ондай неде очень опасное состояние. Ұзақ созып жүре бермей, егерде пересадка жасамаса, адам хотя бы диализге барып, өзінің организміне көмектесу керек. Менде ондай пациенттер болған, білген, креатинин мысалы 800 мың дейді. Не істеймін, не істеу керек, осындай, сен қағаздарын қарап айтасың, сізге тезірек трансплантация жасау керек, как раз диализға барған жоқсыз. И адамдардың көбісі сенбейді. Потом андай уақыт көп бөледі, анадан сұрайды, мынадан сұрайды, ағаны звондайды, мына жерде интернеттен қарады, соған да уақыттары көп кетіп қалады. Мысалы, недавно сондай пациент болған, помните, мен сізге айтып едім ғой алдында Стамбулда бірге жүрген кезде. Сөйтіп пациент жоғалып кетті, и мен қайтадан жазсам, не болды, не шештіңіздер, диализға барыңыз. Өйткені мен айттым, креатиніңіз жоғары, либо диализ жасаңыз, либо пересадкаға барыңыз. Уақыт созуға болмайды, осы 1-2 күнде шешіп, тезірек бір шешім қабылдап, екеуінің біреуін істеу керек. Сөйтсем маған жазады, ол кісі уже қайтып кетті деп. Тоже даже диализ істемеген ғой. Пока сөйтіп, күтіп жүргенше уже поздно было. Сол үшін егерде мысалы қазір пересадка істейтін возможность болмаса, хотя бы диализға бару керек и организмді тазалау керек. Андай жүре бере келген ол болмайды. Әр адамның организмі әртүрлі. И егерде біреу көп уақыт шыдап жүре бергенше, не факт, что сіз шыдай аласыз. Сол үшін өзінің өміріңізбен ойнамай, андай уже креатинин жоғары болып жатса, уже хотя бы гемодиализға барып, организмді тазалату керек. Онда сұрақ қойып жатыр. Күйеуім диализге жүрегі шыдамай, скорости 250-ден бастап төменге түсіріп 150-ге дейін апарады. Трансплантация жасайтын болсақ, қалай болар екен деймін. Егерде трансплантация істесеңіз, біз уже айтып өткендей, проблемалардың көбісі уже кетеді. Давление уже перестанет скакать туда-сюда. Просто диализдағы жүрген адамдардың проблемасы, давлениесі либо төмен түсіп кетеді, либо жоғары көтеріліп кетеді. Сол үшін бас ауырады. Бірақ ол неден, ол бүйрек істемегендіктен. Бізде организмда давлениені регулировать ететін ол бүйрек. Сол үшін бүйрек дұрыс істемегеннен кейін жаңағы давление ары-бері жүреді. Егерде трансплантация істесеңіз, бәрі жақсы болғаннан кейін уақытысымен давление өз қалпына келеді. Тағы сұрақ қойды. Креатинин не үшін көтеріліп кетеді? Оны анализ тапсырмаса қалай біледі? Он анализ тапсырмаса білмейсіз. Креатинин, мочевина, мочевая кислотаны қарайды, белок в мочені қарайды. Негізі адам өзінің өмірін сақтау үшін лучше профилактика істеген, чем бар ауруды емдегенше. Сол үшін жылына 1 рет, 6 айда 1 рет общий чекап жасап тұру керек. УЗИ брюшной полости қарап, УЗИ сердце қалай жұмыс жасап жатқан. Өйткені адам уақытысымен біз тек қана қартаямыз ғой, дұрыс па? Адам жасармайды. Сол үшін өз-өзіне қарап тұру керек. Қазір даже поликлиникаға барса, жаңағы страховка арқылы тегін істеуге болады, даже МРТ тегін істеуге болады. УЗИ тегін істеуге болады, базовый анализ, биохимия, общий анализ крови, соның барлығын істеуге болады. Бірақ бізде әсіресе қазақтар не істейді? Ауырмаса ешқай жерім бармайды. Ауырса шыдап жүреді, а потом уже совсем шыдай алмай жүрген кезде сол кезде дәрігерге барады. Бірақ олай істеу керек жоқ. Өйткені егерде мысалы даже онкология енді басталған кезде он вылечиться можно. Бірақ созып жүріп алмау керек та. Так, тағы да сұрақ. 3-4 сұраққа жауап беріп, сонымен аяқтайық, я?
жүрегінде изменения бар, давлениесі де көтеріліп кете береді сол. Бізге трансплантация жасау керек. Сонда барлы жөнделеді. Пересадка жасалған 3 ай креатинин 135 болып тұр, ол қорқынышты ма дейді. Пересадкадан кейін креатинин тоже туда-сюда может скакать, то жоғары болады, то кішкене төмендейді. Бірақ 135 қатты жоғары емес, бірақ меніңше басқа показательдарға қарау керек. Мочевина, общий анализ мочиді қарау керек, мочевая кислота, сосын мүмкін сіз креатинин тапсырар кезде оның алдында мүмкін белок жаңағы ет көп жеп қойдыңыз ба? Мысалы, кешке азанда анализ тапсырған кезде. Сол үшін тура сіз тапсырған жерде, мысалы, сіз Олимпта тапсырған болсаңыз, тағы да сол Олимпқа барып, тура сол жерде тапсырасыз. Сосын бірақ уже қайтадан 135 болмаса, одан жоғары болса, уже тез-тез шешім қабылдап, уже дәрігерге бару керек. Вы так Бізде подробно объясняете, да? Бәрін білесіз, да? енді біз осы салада жүргенімізге 5 жыл болды. Жолдасым, в принципе, ауырып неткеніне уже 15 жылдан өтіп кетті. Біз неше түрлі елде болғанбыз, Қытайда да емделгенбіз, Ресей, Европа. Сол үшін уже опыт жинаған. Хотя мен емес, жолдасым ауырса да, сен қасында жүргеннен кейін уже білесің ғой. Жоқ, мен өзім 12 жыл ауырып жатырмын да, мен ойлаймын өзімді хоть нем оқыған қағазым болмаса да врач сияқтымын дегенше, потому что за весь год, который ты болеешь, сен біраз нәрсені көресің да, сенде уже бәрі опытпен собирается, и біраз нәрсе уже миыңда қалады да. Мен өзімді Амал жоқтан білесің ғой соның бәрін. Иә. Амал жоқтан, хочешь не хочешь біліп аласың, иә. Вообще подробно бәрін айтып отырсыз ғой, мен өзім кәдімгі таңғалып отырмын уже. Жоқ, мен енді өзім андай медицинский специалист болғаннан кейін да еще дополнительно. Менде креатинин 440, мочевина 18, белок 5. Диализ жоқ менде, не істеуге болады? Мой вам совет, тез-тез шешім қабылдап, врачқа барыңыз. 440 деген көп қой ол уже. 440 ол көп, но еще, возможно, шансы есть. Бар. Я, егерде примерно бір аптаның ішінде тез-тез шешім қабылдап дәрігерге барсаңыз. Вот недавно у меня был пациент, тоже сіз жатқан кезде ол келді да, просто жатқан жоқ, келіп қайтып кетті. Тоже креатинины жоғары болды. Шымкенттен кісі келді, креатинины жоғары болды, мочевинасы, белок в моче, бірақ из-за того, что ол тез-тез келгеннен кейін, тез-тез емін қабылдап алды, қазір уже креатинины түсіп, барлығы жақсы болып жатыр. Блин. Вот сондай адамдарға мен всегда айтам ше, у вас есть шанс побороться, есть шанс. Иә. Сол ғой, уақыт өткізіп алмау керек. Менде ондай болған жоқ. Мен талқалдым, меня выкачали, ояндым больницада, креатинин 2200, болды, диализ, и все. У меня даже выбора не было. Сіздерде хоть выбор бар. Білмейді ғой, просто білмегенді істеуім ғой. Вот білетін адамдардан сұрау керек. Қасында сондай бір білетін адамдардан біраз нәрсе сұрасаңыздар, айтып түсіндіреді. Дәрігерге өте көбісі байланысты. Кейде адамдар бір дәрігерге барады да, ол дәрігер айтады, болды, сенде либо диализ, либо трансплантация. Болды, дайындал, давай фистулаңды жасаймыз дейді. Бірақ ондай уақытта ешқашан қолыңызды түсіре салып нетпеңіздер. Екінші дәрігерге барып көру керек, үшінші дәрігерге барып көру керек, болмаса шетелге барып көру керек. Мысалы, просто консультация жаңағы жақсы нефрологтарда қатты қымбат емес. Мысалы, жаңағы кісі обследование өтіп нефрологқа кірді ғой, барлығына $1200 шықты. Жаңағы перелетті санамағанда, чисто жаңағы клиникаға жаратқан ақшасы. Менің ойымша, ол қатты бір қымбат не емес. Сендер айфондарды одан да қымбат сатып аласыңдар, дұрыс па? Иә, оған қарағанда жаңағы $1200 менің ойымша қатты бір какой-то бір миллиарды емес. И сол ақшаны жаратып, мысалы, барып келіп, зато өзін өмірін қалай сақтап қалуға болады. Просто адамдардың проблемасы менің ойымша просто қай дәрігерге баратын білмей қалады.
Сол үшін біз осындай тікелей эфирді жасап отырмыз. Сол үшін жақындарыңыз, біреулеріңіз ауыратын болса, болмаса сіз өздеріңіз ұялмай жазыңыздар. Біздер қолымыздан келгенше көмектесіп, дәрігерге жазып, документтеріңізді жіберіп, уже консультациямызды береміз, шешесіздер. Біз просто негізі емге апаратын компаниялар өте көп. Бірақ мен айтып кетейін дегенім, біздің айырмашылығымыз неде? Біріншіден, барлығы осы бастан өткеннен кейін. Біз негізі Стамбулға барған кезде трансплантацияға не к тем людям попались, которые ақшаны сұра беретін адамдарға түсіп қалдық та. Сосын тіл білмедік, кішкентай баламен, күйеуім реанимацияда, ары бері жүресің, ақшаны сорып жатыр, андай уже отчаяние болды да. Бірақ сосын барлығы біткеннен кейін сен артқа қарағанда ойлайсың, осы қиыншылықтың бәрі не үшін болған екен деп. Оказывается, зато жаңағы медкөмек пайда болды. Қаншама пациенттер уже зато пациенттер наготове келеді. Оларды күтіп алады, переводчиктер жүреді, любой сұрақ болса сұрайды, любой проблемасын шешіп бересің. Ақшасы жетпесе, скидка жасауға тырысасың. Все-таки сол үшін болды деп ойлаймын. Біздің сондай бір миссиямыз болды ғой. Мен былай қарасам, дайынға келдім ғой. Келдім, жаттым, емді алдым, почканы салды. Қазір емді алып жатырмын, болды шығамын. То есть, мені еще лично клиникада жақсы көрмейді. Мен андай кішкене ұрысқақпын ғой, ұрысамын ғой. Мынау анализ не үшін? Неге алып жатсыңдар? Неге осыншама тұрады? Мынау дәрі не үшін? Неге салып жатсыңдар? Деп барлығын дотошно тексеремін. Соған неде клиникаларда мен особо жақсы көрмейді. Менің ойымша сол дұрыс, всегда пациенттің жағында болу керек қой. Бізде мысалы кейбір пациенттер бар, мысалы сіз сбор ашып отырсыз, әлі больницаның алдында қарыздарыңыз бар, иә? Әлі реабилитация бар, әлі алатын дәрілер бар, ол қаншама ақша. Кейбір пациенттер бар, үйлерін сатып алып келеді. Представляете, лечениесін алып болғаннан кейін баратын жері жоқ Қазақстанда. Мыңдаған қарыздарға кіріп кетеді. Сондайдың барлығын қараған кезде сен просто көзіңді жұмып отыра алмайсың. Қазақстанда перекрестный донормен операция жасай ма? Оны шыны керек точно айта алмаймын. Мүмкін бастаған шығар уже. Сізге жаңағы Астана, Алматы екеуің біреусіне хабарласып, анықтап сұрап көру керек сізге. Мүмкін бастаған шығар. 2 жыл бұрын Сызгановқа барған кезде Ислам Курбанович предлагать етті соны маған. Когда мен папам донор болған кезде, кросс-матч келмеген кезде, ол айтты, бізде перекрестный донорство бар деді. Ол не деген кезде айтып түсіндірді, тура сіздер айтқандағыдай. Походу бар оларда. Мүмкін бар шығар. Өйткені ол дәрігерлерде уақытысымен жаңағы обученияларында алып үйреніп отырады ғой негізі. Мүмкін соған да жеткен шығар біздің Қазақстан. Соны анықтап сұраңыздар. Микроинсульт, давление болған адам донор бола ала ма? Негізі бола алады, бірақ жаңағы МРТ-сын қарап көру керек. Ол бүйрекке еш байланысы жоқ қой. Егер де жүрек жағынан уже қиыншылық болса, то уже это вопрос, жаңағы УЗИ сердца, ЭКГ жасап, зерттеп көру керек. Бірақ егер де басқа байланысты болса, бола береді негізі. Мен үйімді сатуға қойдым сіздерге бару үшін дейді. Білем, осындай пациенттер өте көп. Менің негізі бір арманым бар, бір фонд ашу бар ғой. Именно осы трансплантацияға адамдарға көмектесетін. Өйткені басымыздан өткеннен кейін, жаңағы операция істеу керек, бірақ сенің бір тиының жоқ. Оның барлығы басымыздан өткен. Сол үшін сіздер не сезініп жатқаныңызды менің жолдасым, Әсемжан, бәріміз прекрасно түсініп тұрмыз. Сол үшін барлықтарыңызға проблемаларыңыз шешіліп, ақшаларыңыз, донорларыңыз табылып, тезірек операция жасап, дендеріңіз сау болуыңызды тілеймін. Бірақ уже бүкіл эфир бойы айтып келе жатырмыз ғой, босқа отыра бермеңіздер деп.
Амал іздеу керек, әрекет істеу керек. Егерде жақсы дәрігер таппай жатырмын, білмей жатырмын десеңіздер, міне мен отырмын алдарыңызда, жазыңыздар, сұраңыздар. Әсемжанды көріп тұрсыздар. Осының барлығынан өткен біздің қанша уже 300-ден асқан пациенттер, бүкіл отзывтар барлығы жаңағы страницада бар. Консультациямыз тегін. Қанша уақытымыз кетеді, шыны керек, азаннан кешке дейін. Бірақ консультациямыз тегін, көмектесуге тырысамыз. Әр адамның историялары әртүрлі. Кейде бірге отырып жылайсың. Бірақ әр адамның ол сынағы ғой. Мысалы, біз үшін де ол сынақ. Сізге қалай көмек көрсетеміз, дұрыс па? Дұрыс жасайсың ба, жұмысыңды жасамайсың ба? Ол мысалы уже біздің сынағымыз. Сұрақ қойып Сіздер менің күйеуіме донор рецепт алып берсеңіздер, екен реципиент 3 донор 4. Прекрасно. Я, по-моему, мен жолдасымен сөйлесіп жүрсіз. Құдай қаласа табылады, запростарыңызды жіберіп қойдым. Барлығы жақсы болады. Егерде уже сұрақтарыңыз жоқ болса, біз аяқтайық. Я, мен что-то жатқым келіп отыр. Демалсын. А то мен оны без конца ұрысып жүрмін. Демал деп. Жаманшылық ойлама, демал, отдыхай, стресс болмасын деп. Өйткені барлығы әсер етеді. Бұйырса. Иә, сіз не айтасыз соңында оқырмандарыңызға? Соңғы эфир емес. Бұйырса мен ертең шықсам, шыққаннан кейін сізбен тағы да ырысқаным шығайық эфирға. Ол кезде уже үйде Wi-Fi нормально істеді, мұнда менде ұстап тұрған жоқ, сәл қатып. Әдемі совместный нормальный эфир істейік, сосын сұрақтар бағанағындай жинайық. Иә, уже андай осы эфирде аталмаған сұрақтар болса, соларды айтып өтсек. Осы мен тамамдайық, жатайын, демалайын мен. Сіз тура түркше сөйлейтін болыпсыз ғой? Ұйқы заманы келді. Geldi. O zaman güle güle деп бәріне сөйлеп кететін сияқты. Мен де сол Турцияда күйеуім қасында жүріп үйреніп алғам негізі. Сіз қайта жақсы сөйлейсіз ғой? Енді жұмыс болғаннан кейін сөйлесеміз ғой. Сериал қараған кезде оригинал түркше қараңыз. Иә, субтитрмен қайта. Тез үйреніп кетесіз. Иә. Онда жақсы эфирімізді аяқтайық. Ойбай, мен зарядка ұмытып жатыр. Ойбай. Менде. Барлығы жақсы болсын. Аман болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. WhatsApp номері бар. Болмаса жаңағы директке жазсаңыздар болады. Иә. Болды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, давайте, пока.